Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге Орео деп аталатын пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызға қант ұнтағымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Үстіне бір дана жұмыртқамызды салып, миксерлейміз. Және де крахмалымызды да салып, миксерлейтін боламыз. Ұнымызға қамыр қопсытқышымызды және какаомызды қосып араластырып аламыз. Ситодан өткізе отырып қосып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыздың 1/3 бөлігін кесіп аламыз және оны мұздатқышқа саламыз, ал қалған бөлігін тоңазытқышқа салатын боламыз. Ал енді начинкасын дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға творог, қаймақ, қант және бір дана жұмыртқамызды салып, блендердің көмегімен езетін боламыз. Осындай сұйық масса болып шығуы қажет. Енді оның үстіне Орео печеньемізді қолымызбен ұсақтап салатын боламыз. Тоңазытқыштағы қамырымызды формамызға біркелкі етіп жайып аламыз. Үстіне жаңағы дайындаған начинкамызды құямыз. Мұздатқышта тұрған қамырымызды алып, үкіштен осылай өткізіп, үстіне сеуіп шығатын боламыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 160 градуста пісіретін боламыз. Әркімнің пеші әртүрлі, сондықтан да қыздар қарап отырып пісіретін боламыз. Менің пешімде шамамен 30-35 минут уақыт бойына пісті. Ал мінекей достар, біздің Орео деп аталатын пирогымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Қолжетімді ингредиенттерден жасалады, сондықтан да сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де видео ұнаған болса, комментарий жазып, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.